Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді тауық етінен котлеттер жасайтын боламыз. Және де оны балаларға арнап осындай тәбеттерін ашатын Микки Маус оформлениесін жасайтын боламыз. Ең алдымен өзімізге керекті заттарды дайындап аламыз. Бізге тауық етінен осындай фарш, манная каша, сметана, жұмыртқа, 2 пияз, тұз және бұрыш керек болады. Барлық затымыз осылай дайын. Енді котлетімізге кірісеміз. Жуаны өте майда етіп турап аламыз. Немесе сіз тауық етін, мен тауықтың төс етін мясорубкадан өткіздім. Бірге өткізсеңіздер де болады. Немесе блендерге салып турап алсаңыздар да болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай мейлінше майда етіп тураймыз. Және де тағы бір айта кететіні, тауық еті дайын фарштарын алып жасасаңыздар болады. Немесе өздеріңіз төс етін фарш етіп осылай жасасаңыздар болады. Өте дәмді, әсіресе балаларға қатты ұнайды бұл котлеттер. Турап алған шуаларымызды фаршқа осылай қосамыз. Манная каша. Бір ас қасық көлемінде сметананы саламыз. Сметананы салсақ, біздің котлеттеріміз өте дәмді болып шығады. Жұмыртқа. Содан соң тұз бұрышын салып, жақсылап қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Мен бұл жерде 1 килограмм фаршқа жасап жатырмын. Описаниеге 1 килограммды қалдырамын. Егер сіздер жартыға бөліп жасайтын болсаңыздар, жарты килограмм фаршқа каша және де сметана барлығын 2-ге бөліп салсаңыздар болады. Мінекей біздің фаршымыз дайын болды. Енді оны 10-15 минут тындырып қоямыз. Себебі біздің манная кашамыз кішкене ісініп, котлеттеріміз одан да дәмді болу үшін. Қолымызды сулап, осылай домалақ пішін береміз. Сол кезде фарш қолымызға жабыспай әдемі домалақ пішін болады. Қызып тұрған майға котлеттерімізді салып, екі жағын қызартып, қуырып алатын боламыз. Осы бір қуырғаннан пісіп шығады. Ешқандай қайтадан пешке салып отырудың қажеті жоқ. Және де өте дәмді болып шығады. Бірінші беті осылай қызарғаннан соң, екінші жағына аударып, осылай вилканың көмегімен барлығын пісіріп шығамыз. Неке біздің котлеттеріміз дайын болды. Оларды осылай майын сырқып алып, ыдысымызға салып алатын боламыз. Өзімізге керекті осылай қызарғанша қарап отырып қуырып алатын боламыз. Барлығын көрсетейін. Барлығы бірдей пішінде, ешқандай өздерінің пішіндерін жоғалтпаған. Енді оны балаларға арнап Микки Маус оформлениесін жасауды көрсететін боламын. Гарнирге менде картошка, яғни картофельный пюре, оны осылай дөңгелек етіп жасап, біздің котлеттерімізді құлағы етіп жасап қойдым. Және де өзіміздің қолымызда бар көкөністермен көзін, мұрнын, аузын осылай жасайтын боламыз. Және де жасыл жуаның көмегімен осылай мұрттарын жасап, көңілді Микки Маус пішінін, яғни басын жасап, балаларыңызға ұсынсаңыздар болады. Және де котлетті міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де сіздерге осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар.